Ассалаумағалейкум қадірменді достар, қош келдіңдер менің каналыма. Міндетті түрде тіркеліп отырамыз. Қадірменді достар, бүгін біздің сабағымыз, яғни текст туралы, яғни многострочный және однострочный текст туралы айтатын боламыз. Яғни командный строкаға m текст деп жазсақ, бұл бірден біздің автокадымызға шығады. Және ке достар, бүгінгі многострочный текст туралы айтып өтеміз, өйткені однострочный тексттің функциялары өте аз ғана, сондықтан многострочный текстті толықтай айтып өтетін боламын. Қадірменді достар, ең бірінші, яғни аннотация дегенге кіреміз. Аннотация кірген кезде, яғни бұның функциялары толық беріледі. Кез келген негізі главное декрипті жұмыс жасауға болады, бірақ аннотацияға кірсек, бұның характеристика көптеген функциялардың бәрі осы жерде тұрады. Достар, сіздерге ең бірінші айта кететін жай, яғни біз листпен жұмыс жасаймыз, текстті жазар кезде, өйткені модельмен тек қана проектті қолданамыз, а текстті бұл листқа жазамыз. Естеріңізде болсын достар, бұл міндетті түрде білулеріңіз керек. Және де мінекей многострочный текстті аламыз, немесе командный строкаға m текст деп жазсақ, яғни шыға келетін екен достар. Белгілейміз, m текст деп басуға болады. Достар, біздің автокад 2022 жылғы, сондықтан кейбір ескі автокадтарда, яғни немесе жылдар ескі автокадтарда астында, яғни высота, выравнивание, интервал, поворот, ширина, колонкалар шықпай қалуы мүмкін. Сол үшін достар, мышканың, яғни тышқанның оң жағын бассақ, оң жақ кнопкасын бассақ, бізде жәнегі сөзде бәрі шығып тұр. Неке колонки, ширина, стиль, поворот, высота, яғни барлығы шығады. Достар, бұл многострочный тексттің бірнеше видтары бар, оған толығымен таныстырып өтетін боламын. Ең бірінші қараңыздар, ең бірінші мінекей многострочный текст таңдаймыз, сол жағын басамыз, колонкаға кіреміз. Колонкаға кірген кезде міне біздеки оның типтары беріліп тұр. Динамический, статический, одну колонку дейді, яғни сол одну колонканы басамыз. Немесе мінекей міне жерде шығып тұр менде. Осыны басамыз, достар. Енді бізде ширина сұрап тұр. Жазамыз 200, допустим, 200 миллиметр deyip басамыз. Мінекей достар, шықты. Яғни бұл оң жағындағы белгімен текстті оңға солға, яғни ширинасын өзгертуге болады, және астымен высотасын өзгертуге болады. Енді мен бір текст копиясы алған болатын, копия қоямыз, яғни кез келген копия жасаймыз осылай. Достар, енді мінекей қараңыздар, бұл текстті әртүрлі функциялармен өзгертуге болады. Мысалға, бізге, яғни высотасын өзгертетін болсақ, мына функцияға барамызда, высота текста дегенді басамыз, немесе өзіміз бір ойлап табамыз. Яғни 5 деп ала салайық. 5 деп алғаннан, яғни жазумен жазсақ, оның шрифттары үлкен болады. Келесі ол, яғни сіздерге көптеген белгілі, яғни белгілеп аламыз. Кез келген текстті белгілеп аламыз. Өзімізге ыңғайлы жұмыс жасауға байланысты, яғни жирный болса жирный шрифт қылуға, немесе курсив қылуға болады. Немесе мінекей жазуды сызып тастауға болады, өйткені сол жұмысқа байланысты стильдерді қолдануға болады. Және ке достар, мен кезде изменить регистр деп тұр. Бұл жерді бассақ, верхний регистр, нижний деп шығады. Немесе оның қасында да тұр, яғни верхний, нижний қасында тұр. Қасындағыларда баса беруге болады. Кез келгеніне алсақ, яғни мінекей текстті белгілеп алайық. Верхнийді бассақ, верхний болады. Нижнийді бассақ, нижний болады, мінекей достар. Енді міне тағы да белгілеп аламыз. Енді бізге яғни шрифтті таңдауға болады. Шрифтті кез келген мінекей шрифтті таңдап, кез келген шрифтті қоюға болады. Көрдіңіздер ме достар, өзгереді. Кез келген шрифтті қоюға беруге. Достар, қараңыздар. Мынандай шрифтқа да қоюға болады. Енді слой бізге түстерінде таңдауға болады. Өйткені автокадта ерекше болсын, қызыл түспен де белгілеп қоюға болады, мінекей достар. Енді выравнивание дейді, яғни бұл функциямен, яғни текстімізді, яғни оңға керек пе, солға керек пе, или ортаға керек пе, осы функциялармен қоюға болады. Немесе, яғни дополнительный, яғни қосымша жанына да беріп қойған, көрсеңіздер болады. Яғни енді келесі функциямыз бұл мына жерде распределить дейді, яғни распределитті басып, яғни бізде шрифттің қанша керек екенін, немесе расстояниесін білуге болады, алып тастауға да болады. Көрдіңіздер ме? Енді мінекей мына жерде функция stop-c деген бар.
Ол яғни биттардың қалай екенін көруге болады. Енді обозначение деген бар. Обозначение басамыз достар. Енді жұмыс жасап жаттық, автокад біздің градус керек болса градус, плюс керек пе плюс, немесе диаметр десе диаметрді аламыз да, мінекей басқасақ диаметрді сурет шығады. Мінекей достар, бұлардың функциялары нақты осы. Мінекей бірнеше биттармен өзгертуге болады. Енді яғни многострочный тексттің биттарын айтып өтетін боламыз сіздерге. Яғни многострочный текст таңдаймыз. Яғни жаңа айтқандай сол жағын басамыз. Енді міне колонкаға кіреміз. Тағы да айтқам, яғни мышканың оң жағын басып та кіре беруге болады. Колонкаға кірген кезде бұл жерде динамический, статический болып шығады. В одну колонку. Яғни біз бұл битті жасады. Енді бізге динамический керек. Динамическийді басамыз. Бізден ширинасын сұрайды. Қараңыздар. Ширинасын жазамыз. 200 миллиметр қосайық. Енді промежутка сұрап тұр. Кез келген 12 деп жазсақ, басамыз. Енді бізде высотасын сұрайды. Высотаны 50 деп таласауға болады. Енді қараңыздар. Интерді басамыз. Яғни біздің мінекей осыған байланысты текст шығады. Енді бұны, яғни сіздер айтқандай высотасын өзгертуге болады, және де оң жағындағы белгімен ширинасын да өзгертуге болады. Енді достар қараңыздар. Сіздерге қоямын, яғни копия жасап, бұл мінекей динамический осы проектте өте қажет нәрсе, сондықтан естеріңізде болсын. Яғни высотамен өзгертсек, бұл келесі таблица, яғни листқа өте береді. Яғни кішірейтсек, яғни 3-4 листқа да бара береді. Бұл көбінесе спецификация жасақ, яғни сондай қолдануға болады достар. Мінекей қалдырып кете аламыз. Достар, мінекей қазір многострочный текстті басып келесі видті айтатын боламын. Колонкаға кіреміз. Яғни біз динамическиймен в одну колонкада біз видтарын көрсеттік, енді статический қалды. Статическийді басамыз. Бізден міндетті түрде ширинасын сұрайды. Яғни количествосын сұрайды. Бізге количествосын нешеу дейік. Нешеу дейік қояйық. Келесі енді промежутканы сұрайды. 12. Біз кез келген ала беруге болады. Өзіңізге қалай ыңғайлы. Высотасын 50 дей салайық. Мінекей достар, жаңа біз 3 лист дедік. 3 лист шықты. Енді текстті міне қоя береміз. Біз егерде осы листтан асқаннан кейін келесі листқа көше береді. Немесе достар, бұның бәрін бір листқа сыйғызам десек, яғни высотаны өзгертсек, бұл тексттардың бәрі жылжиды. Достар, мінекей осылай тексттарды автокадқа жазуға болады. Ұмытпаңыздар, міндетті түрде листқа жазамыз. Модельге проектті қоямыз. Достар, енді біз автокадқа көп жұмыс жасасақ, бізге өзіміздің стиліміз керек. Өйткені әр текстті осылай өзгертіп отырмай, өз стилімізге қойып жұмыс жасай беруге болады. Ол қалай жасаймыз? Қараңыздар достар. Ең бірінші аннотивный дегенге басамыз. Управление стилями дегенді басамыз. Мінекей, енді осы жерде біз новый стиль құру керек бізге. Новыйды басамыз да өзімізге бір стиль құрып аламыз. Допустим, мой стиль деп құра салайық. Окейді басамыз, мой стиль. Енді стилімізге, яғни шрифттар таңдап алсақ, кез келген шрифт таңдаймыз. Осындай шрифт болсын, немесе тағы басқа шрифттар таңдауға болады, өзімізге байланысты. Өзімізге ұнайтын бір шрифт таңдап аламыз. Енді высотасын әлі өзгертіп керек емес, өйткені бізде жаңағы высотаның инструкциясын өзгерте саламыз функциясымен. Енді растяжениеға 2 деп қоя салайық. Наклонға 10 деп жаза салайық. Применитті басамыз, закрыть. Достар, мінекей қазір многострочный текст таңдап аламыз. Қоямыз, кез келгенге, яғни текстті жазамыз. Текст жазып болды. Достар, мінекей автоматты түрде мой стильға кетті. Көрдіңіздер ме? Егер текст создавать ететін болсаңыздар, осылай мой стиль деп, яғни кез келген текстті өзіңіздің ұнайтын текстіңізбен жаза беруге болады. Және тағы да достар, мінекей егер де біз копияны алып автокадқа салсақ та сол текст болады. Қараңыздар, Google-ға кіреміз. Текстті белгілеп аламыз. Белгілегеннен кейін автокадқа лақтырамыз. Автоматқа лақтырғанда ол автоматически, яғни мой текст болып кетеді, яғни біздің стилімізге байланысты текст бірден шығады. Оны мышканы 2 рет басып, яғни қалай керек өзіңізді өзгертіп алуға болады. Жирный болса, жирный, яғни курсив болса, осыған байланысты өзгертуге болады. Қадірменді достар, бүгінгі сабағымыз осы. Біздің сабақ пайдалы болса, лайкты міндетті түрде басып өтіңіздер. Түсінбеген жерлеріңіз болса, комментария қалдыра кетіңіздер. Барлығына жауап береміз.
Коштошпайбыз, келесі жүздескенче сау саламатте болуңуздар.